Қазақтың бір керемет, ғажап қасиеттері бар. Ол қандай қасиет? Дүниеде адамнан асқан құндылық жоқ. Біздің ата заңымызда да ең басты құндылық мемлекет үшін ол адам. Біз үшін де солай болуға тиісті. 2 жыл бұрын Европаға бардық. Бірнеше апталық семинардан өтуіме мүмкіншілік алдым. Солған барған кезімде бір әлеуметтік сауалнама жүріп жатыр екен. Қоғамдық қорлардың ұйымдастыруымен. Сонда бірнеше сауалдар бар. Сол сауалдардың ішінде сіз үшін отбасы мүшелеріңізден ең жақын кім деген сауал бар екен. Отбасы мүшелеріңіздің ішінде сізге ең жақын тұлға кім деген. Көпшілігі тіптен басым бөлігі деп айтуға болады. Итім деп жауап беріпті да. Содан сәл ойландық енді, бұл қалай болды екен деп. Таң тамаша қалдық та. Енді анам деп жауап беріп жатқандар бар, жұбайым деп жауап беріп жатқандар, балам, әжем, атам деп жауап беріп жатқандар бар, бірақ соның ішінде итім деп жауап бергендер бар. Бар емес көпшілігі. Кейіннен қарасақ, адам баласы ішіп жейді екен, таңертең тұрады, кешке жатады екен, тіптен білімді болады, табыс табады. Мүмкін қоғамға қандай да бір пайда келтіруі мүмкін да. Бірақ отбасындағы бақытын, отбасындағы құндылығын жоғалтып алып, қабық боп, ішінде көптеген нәзік қазыналарын жоғалтқан халде өмір сүре береді екен да. Сонда мен бір 30 жылдан бері итпен өмір сүріп жатқан адаммен тілдесіп қалдым сонда. Екеуі бір пәтерде өмір сүреді, енді иттер ауысып отыратын шығар, бірақ өзі сол әрдайым итпен өмір сүреді екен. Сол кісіден сұрадым сонда. Қарым-қатынасыңыз қандай, орталарыңызда сонда қандай бір нәзік жіптер бар сіздерді байлап тұрған деп. Сонда айтады да, ол кісінің сөзіне мына нәрсені түсіндім. Ит өзінің хақысын талап ете алмайды екен. Мені мәпеле, маған осы сәтте бір жылы сөз айт, осы бір сәтте маған керек жылулығыңды көрсет, мені осы бір сәтте сыртқа алып шық, мені осы бір сәтте тұқымдастарымменен апарып кездестір деген пожеланияларын өзінің ішкі дүниесіндегі хақысын білдіре алмайды екен да. Эгоист болып кеткен адам итті не үшін асырайды екен? Көп жағдайда өзінің хақысын біреуден талап ету үшін, бірақ өзгенің хақысын бермеу үшін, эгоисттік халде өмір сүру үшін, сондай тілі жоқ, сөйлейтін сөзі жоқ, итпенен ұзақ мерзім өмір сүре алады екен да. Ал сіз жұбайыңызбен өмір сүрсеңіз, туысыңызбен, бала-шағаңызбен өмір сүрсеңіз, ол қыңқылдайды, әйелің көңіл бөл дейді, анаң құрметте дейді, әкең сыйла дейді. Әркім сізден талабын сұрайды. Әркім өзінің хақысын талап етеді. Ал адам эгоист болған кезде, өзім үшін өмір сүрем, өзімді ғана құрметтеймін, өзімді ғана жақсы көрем деген кезде, өзгенің ақысын бергісі келмейді екен. Сол себептен адамнан басқа бір тұлғаны іздей бастайды екен да. Сондықтан көп адамның итпен өмір сүруі, ол адамның бір мейірімділігінен, жануарға деген бір аяушылық сезімінен, жануарды аса бір биік дәрежеде құрметтегеннен емес. Шексіз дәрежеде өзін сүйіп, өзгенің ақысын бермей, өзі үшін өмір сүргісі келген кезде болады екен да. Енді біз де жан-жағымызға қарап көрейікші. Біз қазақ едік, салты бар, дәстүрі бар. Жетімін жылатпаған, жесірін далада қалдырмаған, сондай бір сапарлап келе жатқан адам далада қалмай бір пана тапсын деп, біз бір жаққа шығып кеткен кезде үйін таспенен тіреп кеткен есігіне құлып салмаған, даласында бір керемет ғасырлар бойы іргесі бұзылмаған, түрме салмаған, сондай бір кеңпейіл қазақ едік. Бүгін сол нәрселерімізден, сол құндылықтарымыздан қаншалықты қазына қалды. Біз сол аталарымыздың аманатына қаншалықты лайық ғұмыр кешіп жатырмыз.